Ұлытау облыстың мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының Ұлытау облыстық әмбебап кітапханасы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ақпаратты библиографиялық бөлімі сіздердің назарларыңызға бұрынғы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының құрметті металлургы Смаилов Тұрсынның туғанына 90 жыл толуына орай ғұмырнамалық көрсеткішін ұсынамыз. Мен осы кісінің келіні болам. Үлкен ұлы болған Төлеу деген ол кісі қайтыс болып, бұл кісі өздеріңіз бүкіл Жезқазған Қарсақбай өңіріне белгілі білмейтін адам жоқ бұл кісіні. Жаңағы 1970 Ленин орденін алған, Ленин орденінің иегері. Өзінің еңбек жолын Қарсақбайдың, Қарашаңырақ Қарсақбайдан бастаған, содан кейін барып Жезқазғанға ауысқан. Сол Жезқазғанда мысық қорыту заводында жұмыс істеп 82 жылы пенсияға шыққан. 4 класстық қана білімі болған. Сол 4 класстық білімімен сол өлгенше осы маңдай терін төгіп, осы металлург болып мыс балқытты өндіріс саласында еңбек етті.